Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Астана қаласында командалық әлем чемпионаты өтіп жатыр. Сол жердегі кейіпкерлермен таныстыруды жөн көрдім. Бүгінгі біздің ойыншымыз Асаубаева Бибисара. Егер білетін болсаңыздар, ол Ресей Федерациясынан бізге қайтадан көшіп келді деген сияқты. Соның өнерін тамашалайық. Т4, АТФ6, С4, Е6, АТФ3, Т5, АЦ3, піл Е7, піл Ж5. Алдымызда вәзір гамбиті H6, піл F6, піл F6, вәзір C2. Патшаны сыраға кіргізді. Енді қаралар орталықты қопарады. Біз соған дайын болу керек. Орталықты қопарып қана қоймай, мына С жолында ашуға тырысады. Өйткені осы С жолында ақ патша орналасқан. С5 жедік. АТ6 жедік, вәзір А5. Әрине бұл варианттар барлығы үйде дайындалады. Өте дайындалады, компьютерді қосады. Сонымен осыны барлығын ештеңеден қорықпай іс-әрекет жасайды. Бұлай ат Б4, вәзір А4. Біз Бибисараның ең басты мақсаты қазір қалыптасқан жағдайды тыныштандыру. Айту, подмини, сіз деген көңіл күйіңізді бұзбаңыз, біз осы жағдайды тыныштандырып көрейік деп. Вәзір С5, С жолы ашылды. Енді осыны пайдаланамыз. Е5, Д6. Жауынгердің бір ерекшелігі бұл қорғалған өтетін жауынгер. Әрине, бастапқыда бәрі қорқынышты болып көрінеді. Қарсылас бізді міні қирататын шығар деген ойдамыз, бірақ Бибисара ондай мүмкіндікті әрине берген жоқ. Байқасаңыздар, мына байқұстардың барлығы не істеп жатыр? Соңғы қатарда демалып жатыр. Ат Д5, вәзір Д4, жедік. Енді бұл жерде кішігірім қорытынды жасақ, ақтардың жағдайы керемет. Біріншіден, мына жауынгердің арқасында әрине олардың жағдайы керемет. Бірақ мына пілден де сақтану керек. Бұл пілдің болашақта бізге мазамызды алатыны айдан анық. Піл Д7, піл Д3, шабуыл жасады. Патша Б2. Вәзір гамбитінде жиі кездесетін нәрсе С жолында шабуыл жасайды. F6, мына біздің байланған жауынгерлеріміздің қатарын бұзу. Әрине ондайға Бибисара жол бермейді. F4, жедік, шах Б5. Тағы да бұл не себепті бұндай іс-әрекет жасалынды түсінбедім. Жедік, Б8, патша С4. Бибисара ештеңеден қорықпайды. Патша өзін өзі қорғай алады деген сияқты. Вильгельм Стейнстің жақсы сөздері бар еді. Патша өзін өзі қорғайды. С8, Д3, Б5, былай жүрдік. Піл А5. Қазір мына жерге кіргісі келіп тұр. Патша Е6, ештеңеден қорықпайды енді. Жас қыз ғой, жас қыз болғаннан кейін ештеңеге күмәнданбайды. Жедік, және әрине есептеу қабілеті өте керемет деген ойдамын. Бәрін есептеп қойған шығар. Байқасаңыздар, мынау байланған екі жауынгер. Егер де байланған жауынгер болса, бұлар деген болашақта уәзірге айналуы мүмкін. Патша Д4, Д7, Д8, жедік. Енді қалғаны еш қиындық туғызбайды деген ойлаймын. Өйткені 2376 бар рейтингісінде халықаралық гроссмейстерге жақындап қалған екен. Шах жедік, патша С6, А4, H4, H5. Бұны қақтық, енді болашақта әрине мына ат бұлай секіру әбден мүмкін. Торды дайындап атымыз ақырындап. Бұлай, кеме Е1, шах, А5, шах, ат Е5, патша Е6. Әрине, енді қазір, мысалы мынаны жейтін болса, онда екінші кеме қосылып, қарсыласты жеңіп кетеді. Енді осындай қарапайым партия, сырт көзге қарағанда, әрине қарапайым болып көрінеді. Шын мәнінде қандай күрес жатқаны тек қана ойыншыларға ғана түсінікті шығар. Каналдағы видеоға жазыңыздар,
каналға жазылыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау саламат болыңыздар.